Сәлем достар, ағылшын тілін нөлден бастап үйрену курсының 4-ші сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта біз грамматика емес, сөз үйренетін боламыз. Бүгінгі жаңа тақырыбымыз numbers, сандар. Көріп тұрғандарыңыздай, сол жағында сандар цифрамен жазылған, оң жағында жазбаша түрі. Енді осы жердегі сандарды мен айтатын боламын, сіздер менің артымнан қайталап отырыңыздар. Кеттік. 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Әрине, бұл сандарды сіздер мектепте үйренген боласыздар. Көбісі ауызша айтады, бірақ жазбаша жазуын білмейді. Сондықтан да жазбаша жазуын қоса үйренсеңіздер тіпті жақсы болар еді. Енді сіздерге үй жұмысына мына жердегі 11 санның атауы берілген. Сол санның атаулары әріптерінің орнына ауысып кеткен. Соны сіздер қандай сан екенін табуларыңыз керек. Мысалға, мына жерде қандай сан жасырылған. Мысалы, қарап тұрсаңыздар, 4 әріптерді орнына қойсаңыздар, сол сан шығатын болады. Ал сіздерге сәттілік, келесі сабақтарда көріскенше, goodbye.